Сәлем қыздар, бүгін осындай үрліп пісетін жұмсақ бауырсақтарды дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бауырсақтарды дайындау үшін ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен жылы суымызды құямыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз, және де 2 шай қасық құмшекерімізді саламыз. 2 жұмыртқамызды қосамыз, үстінен 1 ас қасық майонез қосамыз. Соңынан 1 ас қасық аштығымызды салып, жаймен бір араластырамыз да, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, біздің 15 минут уақытымыз өтті. Енді керекті ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ қылып илейміз. Және соңынан 2-3 ас қасық көлеміндей сұйық майымызды құйып, қамырымызды жақсылап илеп, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз ашып көтерілуі қажет. Мінекей қыздар, біздің 1 сағат уақытымыз өтті, қамырымыз ашыды. Көріп тұрғандарыңыздай, өте жақсы болып көтерілді. Енді қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа етіп жаймаймыз, қалың жалау қылып жайып аламыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді менде осындай формочка бар, осымен мен дөңгелек етіп кесіп шығамын. Сіздерде болмаса, стаканның көмегімен кесіп шықсаңыздар болады. Мінекей, осылай кесіп алған бауырсақтарымызды енді тағы да бетін жауып 20 минуттай уақытқа қалдырамыз. Мінекей, біздің бауырсақтарымыз осындай болып көтеріліп шықты. Енді бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Ол үшін сұйық майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне бауырсақтарымызды салып, пісіріп ала береміз. Бауырсақтарымыздың бірінші беті сарғайып пісе бастағанда, екінші бетіне аударамыз. Мінекей қыздар, көріп тұрғандарыңыздай бауырсақтарымыз доп-домалақ болып үріліп пісіп жатыр.
Мінекей қыздар, біздің бауырсақтарымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары болып, жұмсақ, үріліп, әдемі болып пісіп шықты. Сіз де жасап көріңіз, өте дәмді шығатынына сенімдімін. Әдеттегідей рецепті описаниеде қалдырамын. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.